UFC десе бірден Шафқат Рахмонов еске түседі. Енді бүгін сіздермен Шафқат Рахмонов және Белал Мұхаммад жекпе-жегіне болжам жасап көрейік. Ассалаумағалейкум соққар арнасының көрермендері, жекпе-жек десе ішкен асын жерге қоятын сүйікті көрермен, біз бүгін сіздермен Шафқат Рахмонов, Белал Мұхаммад арасындағы жекпе-жекке болжам жасап көреміз. 8 желтоқсан Қазақстан уақытымен, ал әлем бойынша 7 желтоқсан Лас-Вегас 2024 жылдың ең үздік оқиғасы UFC 310 турнирі өтеді және бұл турнирдің басты жекпе-жегі әрине чемпиондық белбеу үшін және ол орта салмақтағы 77 килограммдағы үздікті анықтау үшін. Әрине үздік бар, яғни чемпион бар, ол Белал Мұхаммад. Кеше ғана Леон Эдвардсты жеңіп, керемет жекпе-жек өткізіп, Леон Эдвардстан чемпиондық белбеуді тартып алған болатын. Бірақ солған қарамастан енді сол Белалдың қарсыласы ретінде біздің қазақстандық Шафқат Рахмонов үміткер ретінде тағайындалды. Үміткер болуға да өз еңбегін сіңірді. Осы уақытқа дейін топ 15-ке кірді, топ 10-ға кірді, топ 5-тегі жауынгерлермен де жұдырықтасып үлгерді. Осы уақытқа дейін енді барлық жігіттерді мерзімінен бұрын ұтты. 6-0 деген рекорды бар UFC-де, яғни 6 жекпе-жектің барлығында жеңіспен аяқтаған. Шафқат Рахмонов 94 жылғы 23 қазан күні алдағы уақытта 5 күннен кейін туған күні болады. Құттықтап қойыңыздар, 30-ға келеді. Яғни ақыл тоқтатқан, 30-ға дейін орда бұзып үлгерген керемет жігіттердің бірі. Енді бұл жігіт дәл қазір UFC-де 3-ші орында тұр рейтингте. Бойы 1,88, яғни 1,88 см, ал қолының құлашы 1,96 см, яғни 8 см ұзын. Негізі бұл үлкен ерекшелік, себебі қолдың ұзын болуы енді әсер етеді негізі көп жағдайда. Және салмақ жартылай ауыр салмақ, жаңа айттық. 2014 жылы карьерасын бастаған, оған дейін Өзбекстанда туылды, Қазақстанға келіп 2014 жылы Қарағанды облысында жұмыс жасады және ары қарай Алматы қаласында қазір тұрады. Тренері, яғни бас бапкері Азиз Разиев. Одан кейін дәл қазір оның мықты тұстары, жетік меңгерген тұстары ол самбо, ММА, джиу-джитсу, панкратион және бокс. Енді шынымен де соққымен де құлатады, қылқындырып та құлатады. Жалпы құлатқан жақсы көретін жігіт қой. Енді рекорды 18-0. Ешқандай жеңіліс жоқ, ешқандай болмай қалған басқа жекпе-жектер енді бар арасында, бірақ тіркелген, ресми тіркелген, яғни жекпе-жекке қызыру жұмыстары жүріп тақалған кезде болмай қалған жекпе-жек жоқ, және тең нәтижесі де жоқ. 8 жекпе-жек нокаутпен жеңген, яғни боксты білетіндігін, боксқа қабілетті екендігін осы тұстан байқауға болады, және 10 жекпе-жегін берілумен аяқтаған, яғни қылқындырып немесе захватпен, джиу-джитсудан енді спорт шебері қанша дегенмен. Сондықтан одан бөлек M1 Global'да чемпион болған, одан кейін UFC-де бонус алған 2 рет, одан бөлек Джефф Нилмен өткізген кездесуінде сол кездесудің ең басты жекпе-жегі атағын иеленген, яғни бой вечері дейді. Қарсыласқа тоқталайық. Белал Мұхаммад 1988 жылғы 36 жаста Титан FC дегеннің чемпионы болған, TFC дегеннің кезінде, қазір енді UFC чемпионы. Pound for Pound'да, яғни UFC Pound for Pound'ында 5-ші орында тұр, яғни салмақ дәрежесіне қарамастан ең мықты жауынгерлердің арасында 5-ші орында тұруды негізі өте жақсы деңгей негізі. Америкалық, бойының ұзындығы 1,78, қолының құлашы 1,83, 2012 жылы бастаған карьерасын, өзінің бапкері Хавьер Мендес және оның артық тұстары ММА, күрес және бокс. Енді күреспен мықты болады да, кейіннен боксты жайлап қосып алады ғой. Сол секілді негізі ең басты ерекшелігі ол оның күресі. Қара белбеу егері джиу-джитсудан, енді бұл да үлкен айтарлық жетістік. 27 жекпе-жек өткізген, біреуі ресми түрде тіркеліп тұрып болмай қалған, яғни 28 жекпе-жек. Оның 24-ін жеңіп, 3-інде жеңілген. Жеңілістеріне тоқталайық. 1 рет нокаутпен жеңілген, 2 рет төрешілердің шешімімен жеңілген, және оның ішінде енді жеңгендердің арасында, 24 жеңісінің арасында ол 5 рет нокаутпен жеңген, 5-ақ рет, 24-тің 5-еу деген өте аз негізі. 5 рет нокаутпен жеңген және 1 рет берілумен, яғни жеңіске жеткен, және қалған 18 жекпе-жектің барлығында немен жеңген? Әрине төрешілердің шешімімен жеңген. Конордың айтатындай бар ғой негізі.
UFC-дің бұндай сорлы чемпионы тарихта болмаған деді ғой енді Конор Макгрегор. Расымен сондай шығар енді. Шынымен ешкімге қызықсыз жігіттердің бірі негізі, бірақ бұл жігіт енді өзінің еңбегімен Хабибтің командасында болып, әрдайым жеңіске ұмтылып жүрді. Осы уақытқа дейін енді 36 жасында ақыры түптің түбінде UFC чемпиондығына жетті. Соңғы 5 жылда 10 жекпе-жек қатарынан жеңілмей келе жатыр. Енді бұл да үлкен жетістік, бірақ соңғы рет жеңілген және кімнен? Джефф Нилдан жеңілген. Ал Джефф Нил Шафкат Рахмонов пен Белал Мухаммадтың ортақ қарсыласы. Ал Джефф Нилдан төрешілер шешімімен 5-0 жеңілген, 2019 жылы жеңілген, және сол 2019-да жеңілгеннен бері мінекей араға қанша жылдан кейін Шафкат Рахмонов Джефф Нилмен соққы алмасты. Джефф Нилдан ауыр соққыларын көрді, дәмін сезді, бірақ соған қарамастан Шафкат Рахмонов оны қылқындыру әдісімен берілуге мәжбүр етті Джефф Нилді. Және сол кездесу енді UFC-дің ең басты жекпе-жегі, ең бой вечері болды. Енді осындай жағдайлар орын алды. Бұл жігіттерді айта отыра осындай керемет тұжырымға келеміз. Бірақ фаворит ол Шафкат Рахмонов. Шафкат Рахмонов бұл қазақ елінің, Азияның арасынан шыққан Геннадий болайын деп тұр, Құдай қаласа, себебі үндемейді, көп сөйлемейді, және барлығын іспен тындырады. Және ісі ол кіршіксіз, өте әдемі. Дәл қазір UFC-де жалпы есепте 18-0 деген рекорд жалғыз Шафкатта ғана бар, және тағы бір жігіт бар, сода ғана бар. Енді Шафкат жалпы осы 18-0 деген рекордты алғаш рет алып келді, яғни оған дейін 17-16-0 деген рекордтар болса, енді 18-0 деген Шафкатта бар, және 19-0 болатын болса абсолютно толыққанды, яғни мүлдем ешқандай кіршіксіз деңгейде барлығын мерзімнен бұрын ұтқан болып есептеледі. Енді Шафкат Рахмоновтың кішкене артықшылық тұстарын айтып өтейік. Қазақстан үшін пайдасын берген, қазақтар үшін мақтанып айтатын ең үлкен ерекшеліктері, ең үлкен жетістіктері бар. Ең бірінші, UFC-мен келісім шартқа алғаш рет келген қазақстандық. UFC-де мерзімнен бұрын жеңіске жеткен алғашқы қазақстандық. UFC сыйақысына ие болған алғашқы қазақстандық. UFC рейтингіне кірген алғашқы қазақстандық. Топ 10, топ 15 деген сияқты. UFC үздік 10 және үздік 5 рейтингіне кірген алғашқы қазақстандық. UFC турнирінің екінші басты жекпе-жегінде жұдырықтасқан Нил Мэгниге қарсы жекпе-жек болған алғашқы қазақстандық. Одан кейін UFC ойындарына кірген алғашқы қазақстандық. PlayStation'де біз Шафкат Рахмоновты ойнаймыз, бұл да енді алғашқы қазақстандық. UFC жартылай орта салмақ тарихында 6 жекпе-жектің мерзімінен бұрын жеңіске жеткен алғашқы және жалғыз жауынгер. Яғни дәл осы орта салмақта бұндай 6-0 және барлығын мерзімінен бұрын ұту деген болмаған. Осы тарихты Шафкат Рахмонов жасап отыр. Одан кейін UFC жауынгерлері арасында мерзімінен бұрын жеңіске жету бойынша ең ұзақ көрсеткіш, яғни 18 финиш осы Шафкат Рахмоновқа тиесілі. UFC турнирінің басты жекпе-жегінде жұдырықтасатын алғашқы қазақстандық. Енді жұдырықтасады 8 күні, және UFC чемпиондық белбеуіне таласатын алғашқы қазақстандық. Бұл жерде де алғашқы көрдіңіздер ме? Және UFC чемпионы атанатын алғашқы қазақ деп, Құдай қаласа, 8 желтоқсан күні жарқырап тұрып тағы да шығарылымды шығарайық. Жалпы біз тілекшіміз, UFC-де чемпион болатын мықты жігіттеріміздің, керемет жігіттеріміздің бірі тіл көзден аман болсын, жаттығу лагері, басқа да түрлі қиындықтардың барлығынан сәтті өтіп жеңіс тілейміз. Жалпы қазақ елі бұл жігітке UFC тарихындағы, Қазақстан тарихындағы, әлем тарихындағы өз орнын алатын мықты жігіттердің бірі ретінде бізге танылды. Енді ары қарайда Шафкат Рахмонов ең керемет жеңіске қол жеткізе берсін. Жалпы бұл жігіттердің арасындағы жекпе-жекке мамандардың барлығы қазір шулауда. Енді Конор Макгрегор ол Белал Мухаммадты қатты сөгіп жатыр. Белалдың командасы да енді Шафкаттың мықты жауынгер екендігін, өте шулы жауынгер екендігін барлығы біледі. Соның барлығын енді мәлімдеме ретінде жасауда. Жалпы Мухаммад ол күреске кіруге тырысады, бірақ ауыр соққыларды алған кезде енді есін көбінесе жоғалтып қалады. Сондықтан енді бұл жерде менталитет жағынан, психология жағынан Шафкаттікі өте мықты жұмыс жасап, Белал енді кішкене қорқақтап қалуы мүмкін.
соның әсерінен және жекпе жек басталғаннан кейін Шафқаттың 1-2 дәл тиген соққылардан кейін Белал Мұхаммад өзімен өзі енді өз-өзін жеп өз-өзінен жеңілетін шығар. Бұл менің жеке пікірім. Сіздер қалай ойлайсыздар? Барлығын комментарияға жазыңыздар. Менің ойымша тағы да мерзімінен бұрын аяқталады. Екінші немесе үшінші раундтарда. Шафқат енді өздеріңіз білесіздер, асықпайды. Бірінші раундта бірден бас салып жүгіріп барып құлатуға тырыспайды. Жай ғана қарсыластың босаңсыған сәтін күтеді және сол сәтінде ол аш қасқырдай барып қылқындырып тастайды немесе соққыларын дартып үлгереді. Және одан кейін ешкім де ештеңе істеп үлгере алмай қалады. Шафқаттың жалпы жекпе-жектеріне қарап отырып, өте жылдам немесе басқа да бір қабілеттерін байқай алмаймыз. Тек қана қарап тұрып кәдімгі бүйтіп қоқ қойып деп тұрып ұра береді ғой кәдімгідей. Мысалы, керемет та бұл енді өте салқын қандылық. Бұндай мінез чемпион үшін өте маңызды. Қанда қиын жағдай болып жатыр, өзі ауыр соққыға түссін, нокдаунда болсын, бірақ тұрып қайтадан спокойно, өте салқын қанды болып, асықпай, жаңағы IQ дейді ғой, IQ-мен жұмыс жасап, интеллектпен жұмыс жасап, жеңіске жетуге ұмтылады. Бұл керемет мінез, бұл керемет салқын қандылық, бұл керемет чемпиондық менталитет. Сондықтан да мен Шафқаттың жеңетініне кәміл сенімдімін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарияға жазыңыздар. Шафқат жеңсін, Қазақстан жеңсін.